slow down яғни баяулат деп машинаның ішінде суретте көрсетілген айдап бара жатқан кезде ақырын жүр деп айтамыз ғой. Сол slow down деп айтылады екен. Міне тақырыпша осылай басталады. I'm cold. Мен тоңдым. Close the window. Терезені жапшы дейді. Енді vocabularyға қарасақ, feelings дейді, яғни адамның әртүрлі жағдайда білдіретін эмоцияларын білдіретін сөздер екен. Ал тыңдап көрейік. 2.12 British and American English. 2.13 5 I'm angry. 5-ші сурет. Мен ашулымын дейді. 11 I'm bored. Мен 11-ші сурет. Ішім пысты дейді. Менің ішім пысты дейді. 9 I'm cold. Мен тоңдым дейді. 12 I'm frightened. 12-ші сурет. Мен қорқып кеттім дейді. 2 I'm happy. 2-ші сурет. Мен бақыттымын. 4 I'm hot. Ой, маған ыстық дейді. 6 I'm hungry. Менің қарным ашты. 10 I'm sad. Мен мұңайып тұрмын. 8 I'm stressed. Мен стрессте тұрмын дейді. Стресс алдым деген кезде. 3 I'm thirsty. Мен шөлдедім. 7 I'm tired. Мен шаршадым. 1 I'm worried. Мен алаңдап тұрмын. 2.12 Міне өстіп, әр адам өзінің сезімін қалай айтады, яғни өткендегі сын есімдердің жалғасы болып кетеді екен ары қарай. Сезімдерімізді осылай білдіреді екенбіз. Түгел to be көмекші етістікімен жасалынады, иә. I am angry, I am frightened, I am hungry. Бәрін сөйтіп айтады екенбіз. I'm bored, I'm happy, I'm sad. Және оған грамматикадан let's деген, жүр кеттік деген, жаңағы давай жүр кеттік деген сөз қосылады. Бұны біз мына жерде тұрған 4 түрлі диалогтан көре аламыз. Міне жаңағы after 100 meters turn right, 100 метрден кейін оңға бұрыл, turn деген бұрыл деген сөз, right оңға деген сөз. Don't turn left, солға бұрылма, turn right, оңға бұрыл. It's left, I'm sure, ол сол жақта, мен сенімдімін. No, it isn't, жоқ, ол жақта емес. Yes, it is, жоқ, сол жақта. No, it isn't, жоқ, ол жақта емес. This is wrong, ол қате. Oh, no, жоқ. Келесі диалог. I'm thirsty, мен шөлдедім. Where is the water? Су қайда? Sorry, it's empty. Кешір, бос болып қапты. То есть ішінде су жоқ. Empty, бос па? Yes, empty. Yeah, бос екен. Let's stop at the cafe. Давай кафеге тоқтайық. Alfie is hungry. Alfie'да қарнаш. Окей, жарайды. What's the matter? Не болып қалды? I'm cold. Мен тоңдым. Can you close the window? Терезені жаба аласың ба? Cold, суық па? It's hot, ыстық қой. I'm cold. Мен тоңып отырмын. And Alfie is cold. Және Alfie де тоңды. Окей, жарайды. Please don't drive fast. Тез жүрмеші, өтінем. This road is really dangerous. Мына жол өте қауіпті екен. Don't worry. Уайымдама. I'm good driver. Мен жақсы жүргізушімін. Be careful. Байқап жүр. Let's look for a hotel. Давай отель іздейік, иә? Немесе жүр кеттік отель іздейік. No, let's not stop now. Жоқ, қазір тоқтайтын уақыт емес. But I'm tired and it's dark. Бірақ мен шаршадым және қараңғы болды. And Alfie де шаршады тоже. Oh, okay, жарайды. Look for a hotel near here. Жарайды, осы жерге жақын маңнан отель қарайық.
The Highland Hotel 20 miles from here. Highland отелі 20 миль осы жерден, осы жерге 20 миль болады. Let's go there. Давай сол жерге барайық. Жүр сол жерге барайық. 20 майл ма? Проблема жоқ. Міне осы диалогтың контентінде сарымен белгіленген сөздер бұл жаңа сөздер. Don't turn right, оңға бұрыл. Don't turn left. Don't деген do көмекші етістігі арқылы бұйрық сөйлем жасалынып тұр. Солға бұрылма. Яғни don't бірінші жазылды екен. Don't turn left. Don't do дегенде жаңағы жасама деген кезде. Do'ден бастайды екенбіз. Let's деді. Жүр, кафеге тоқтайық, иә. Please don't drive fast. Өтінем. Жылдам жүрмеші. Don't, иә. Бұйрық сөйлем айтып тұр. Өтініп тұр, бірақ жаңағы жасамаш деген бұрыс ойды білдіру мағынасында. Don't worry. Алаңдама. Yeah, be careful. Байқап жүр. Let's not stop. Ол жерде тоқтамайықшы. Look for a hotel near here. Жаңағы сол жерден отель іздейік, иә. Let's go there. Сол жаққа барайық дейді. Бұл сөздер біздің қарапайым сөздің күнделікті сөйлеген кезде кездесетін жай қыстырма сөздері мағынасында қолданылады екен, иә. Ары қарай көшеден өткенде емес, жол ережесіне байланысты жүргенде сөздер берілген. Мына жерде бірінші turn left дейді, солға бұрыл. Don't smoke here. Жаңағы мына жерде тамақ ішпеңіз. Одан кейін үшінші суретте не тұр? Тамақтың суретін қойған, иә. Don't drink, eat here деп мысалы айтамыз, иә. Телефон тұр. Don't use telephone, иә. Don't talk with telephone. Жаңағы немізге байланысты айтамыз. Don't take photo дейді, иә, мына жерге. Don't cross this road. Мысалы, мына жолдан өтпе, иә. Don't take photos дедім жаңағы, иә. Қарап тұрсаңыз, мына жерде нелер бар екен. Жаңағы don't listen to music here, иә. Don't go, жасыл суретте енді не тұр? Go in here дейді. Осы жермен жүр дейді. Бұл жерде жүруге болады деп жазған. Жолға байланысты белгілер бұйрық сөйлем түрінде қолданылады екен. Келесі, иә, мына жерде what's the matter дейді. Не болып қалды? I'm sad. Мен мұңайып тұрмын. What's the matter? I'm sad. What's the matter? Не болып қалды? I'm stressed деп жаңа сөзімізді кеңейтіп айтсақ болады екен. Яғни барлық сөздер қыстырма формасында біз сөйлегенде қарапайым біздің тілімізде жиі қолданылатын сөздердің бірі екен. Келесі тапсырма 6-шы видео listening дейді. Бұл жерде қарап отырсаңыз, логикалық жағынан біз жолда жүру ережесін еске түсіріп, өзіміз бетімізбен жаза алады екенбіз. Бірінші, plan your journey. Алыс жолға баратын сапарыңды жоспарла, plan, yeah? Check your car. Машинаңызды тексеріңіз. Алыс жолға жарай ма? Жоқ, жарамай ма? То есть, car деген сөз кетеді, yeah, мына жерге. Келесі, listen to traffic alert information on the radio. Яғни жолға қатысты ақпараттармен бөлісу, яғни жол ашық па, жабық па, ремонт жүріп жатыр ма деген сияқты. Take a map with you in the car. Баратын жердің картасын салып алыңыз, немесе приложениясын алып алыңыз, иә. Take bottles of water. Бөтелкедегі су құйып алыңыз дейді. Take books, games and tablets with you. Дәрілер салып алыңыз, иә, tablets. Check that all passengers in the car have their seat belt on. Ремень безопасности, жаңағы ремендердің бәрі таққан ба? Check. Соны тексер дейді. Check that you have petrol. Бензиніңіз бар ма? Соны тексеріңіз дейді. After driving 2 hours, stop for 15 minutes. 15 минутқа, 2 сағат сайын 15 минутқа тоқтап, демалып отырыңыз дейді. Don't use your mobile. Телефоныңызды қолданбаңыз жолдан дейді. Міне, екінші сиде берілген ақпараттар осы екен.